Ешкімге алданбайым деп жүрген Гүлден Оспан 2 миллион теңгесін алаяқтарға өз қолымен бере салыпты. Қитұрқы әрекеттің құрбаны болған келіншек қаржысын қайтара алмай дал болып жүр. Жас отбасыларға тұрғын үй алып береміз деген қордың жарнамасы келіншектің жоспарын күл талқан еткен. Мы с ней обговорив, Біз олармен сөйлестік. Сол қорға 2 миллионға жуық ақша салдық. Қазіргі уақытта бізде не пәтер жоқ, не тұрғын үй жоқ, түк жоқ. Ақшаның қайда кеткені белгісіз. Қорға ақша салу үшін біз несие алдық. Қазіргі уақытта мен несиені әлі төлеп жатырмын. Кредиттен бөлек ай сайын пәтерімізді төлеу керек. Мен жас анамын. Декреттік жәрдемақым өте аз. Біздің бармаған жеріміз жоқ. Бас прокуратураға да хабарластық. Тіпті анам 2 рет президентке хат жазды. Бұл іске тіс қаққан заңгер білек сыбана кірісті. Гүлденді сан соқтырғандар алаяқтық фактісі бойынша заң алдында жауап бермек. Даулы мәселеге байланысты кейіпкерге құқық қорғау органдарына факті бойынша арыз жазып, азаматтық талап арызын беру ұсынылды. Қазақстан Республикасының тұрғындарына кеңес берерім, осындай фактілерге тап болмау үшін алдын ала біріншіден хабарламалар, жарнамаларды көргенде алдын ала бірінші олар туралы ақпараттар біліп, хабарламалар біліп, содан кейін белгілі бір іс-әрекеттер жасау кеңесімді беремін. Өйткені осындай фактілер өте көп. Қазіргі таңда интернет желісі арқылы, әлеуметтік желісі арқылы көптеген алаяқтық фактілер. Осындай алаяқтық фактілерге тап болмау үшін хабарламалар мен ақпараттарды жинап, содан кейін ғана іс-әрекеттерді жасау кеңес беремін. Бұл тұста заңгер халықты ұтыс ойындарының жарнамасына сене бермеуге шақырады. Ал баспана беретін бағдарламалар тек ресми сайтқа өтініш беру арқылы ғана жүзеге асады. Әлеуметтік желіде сіздің жеке ақпаратыңызға сұрау салуға ешкімнің құқығы жоқ.